Bismillah, assalamu alaikum. Шардараға келіп қалдық, балық аулауға. Бәкеңмен осы бір магазинге келдік. Сөйтіп осы балыққа керекті жарақтарды алдық балық аулауға. Мына дүкенде балыққа керекті жарақтың біразы бар екен. Осы жерден біз өзімізге керек нәрселерді алдық. Осындай жүгерлер бар екен, бұл жерде жүгердің түрлері бар екен. Неше түрлі иістермен әртүрлі балыққа. Сосын рыбалкаға керек мынау қармақтың катушкалары дейді ма? Сондай заттардың неше түрлісі бар екен. Леска, мынау жіптердің неше түрлісі бар екен. Қораптар тұр, балыққа киетін шляпалар тұр мына жерде. Сондай түрлі заттар тұр. Сосын отвертка, плосковс, балға, оларда бір керек құжаттарлардың бірі екен да. Бұл рыбалка кеше. Газовый баллондар бар, мынау балық қуырғанға, уқыға ішкенге. Сондай неше түрлі заттарды көрдік көзімізбен. Мынандай бір палаткалар бар екен, шатырлар бар құрып қойғанға. Оларды да көрдік. Сөйтіп балыққа келдік бәкеңмен. Шардараға келдік балыққа. Алла қаласа бастаймыз. Мына беті, ары беті көрінеді ғой деп жүрмін. Сен мына жағының ағы беті көрмейді екен ғой. Шағын теңіз отыр ғой. Қызыл теңіз сияқты. Жағада майда шабақтар ма мыналар? Тыныштық бермей жатқан. Майда шабақ. Шағалға соны аулап жойын ме? Біздің серіктестерге жіберіп қойсаң. Құдай қаласа ютубқа шығайын деп тұр ғой. Ютубқа серіктестерге жіберіп. Мен қармағым жарамайды деді ғой шын бәкең. Жат болды ғой. Тұрсынаға бар ғой. Тұрсынаға балық туралы түсіре бермеш. Адам неден қалдырып қоясын деді ғой жұмыстан. Ол да қатты қызығады екен де. Содан кейін. Бермей тұрайын дедім. Тұрсынаға қайту керек болды ғой, енді сөрмесем болмады. Maşallah. Kaşak деген осы. Бірінші бап. Жақсы. Зор екен бұл. Попутка ғой үшін. Бисмиллах басталды. Бәрі kaşak салайын деп тұр ғой үшін. Жігіттер. Сондай ма? Тоқтардың жағай бұранды. Кетті kaşakta. Ой, Var mı? Жібер. Екінші балық kaşakқа түскен. Бәкең зор аулап отыр ғой. Жұрттың бәрі отыр күтіп дем алып. Жол шой еледекінде дәу көрчөкші. Машалла болып тұр ғой, братан? Екеу ма?
Екеу ма? Екеу. Кашаққа. Мен түсіріп қойса мені. Балықты түсіре бермей. Ұстап отқан адамды кашақ, бір кашақпен екі балық ұстаған адамды түсірсе. Қалай кетті кашақпен екі балық. Сампо 4-ші балық. Кашаққа құйрығынан кіріп көрдің бе? Бір-екі ұстап қайтайық деп жатыр болса. Қандай ғой Самат? Осыған ілінет көрші жолшыбайшы. Шардарадан Нұрболат ағаға арнайы сәлем. Шардарадамыз, ауа райы керемет болып тұр. Бар ма, Бәкең? Кашаққа тартып отырмыз. Бәкең. Тағы бір өтісті қазір. Құдайға шүкір. Несібемізге зор болып тұр ғой. Аллаға шүкір. Кашаққа құйрығынан түскен балық. Кашаққа түскен балықтардан бәрі. Кашағымыз дөу балыққа ілінді да, сонымен үзіліп қалды. Енді перемен болып тұрып үшін. Чербак, білесіна деген бәрі демалып отыр. Самат, жалан балықта түсті, основном сазан содыр үшін. Нөреге өші жер ғой мұны, жардың түбі. Парктың асты ғой. Өші едіміз. Астраканмен жүр ғой мұны. Шаншықмен. Бәкең. Пистолетпен жүр. Екеуін ұстатшы. Bak nesesмен Ayda balıklar жүр. Tizilip тұр. Шардара Сити. Қармаққа неге түсіп жатқан жоқ негізі. Ана бір түсті ғой жаңа. Жоғарыдағы ағашы. Білесіне жоқ қойсын деді? Білесіне тарттық қой. Болмай ма? Жерік жақсы жүріп алады деп отыр. Сол жүрген ғой, 2 күн бұрын жақсы жүрген ғой. Дым жоқ қой. Жақ кашақпен ұстадық қой бәрін. Балық тоқтарды. Бисмилlah. Жігіттер, Шардараға келдік. Алла қаласа мына бұйырған несібеміз ал. Бисмилlah. Аллаға шүкір. Бәкеңмен балықтан қайтпадымыз. Қанжығымыз майланды. Аллаға шүкір. Мына жердің бәрі рибак қой. Мына машинаның бәрі рибактар. Үй керемет үй ойындап тұрген де Бәке, е? Мәсен зама сондай болады ғой. Тау ма? Негіз дәл төбінен жер сатылмайтын сияқты ғой, е? Мына ұстаған балықтарымыз. Сазан таза. Очень балық болды. Құдай қаласа июнда семинар болады Шардарада. Тағы келеміз. Біздің YouTube, Insta парақшаларымызға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, қолдауларыңызды аямаңыздар. Алдағы уақытта осы биогумусқа қатысты ақпараттармен бөлісетін боламыз.